Әйел қоғам тірегі. Талдықорғанда оңтүстік өңірдегі ауыл әйелдерінің форумы өтті. Оған Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген іскер әйелдер қатысты. Биылдан бастап көшпелі форум еліміз батыс, шығыс, орталық және солтүстік өңірлерін қамтымақ. Әйел бейнесі қоғам бейнесі. Талдықорғанда өткен форумға бизнеске бейім қыз-келіншектер қатысты. Қатарында Айнаш Рискелдинова бар. 4 жылдан бері қазақы бұйымдар мен киім-кешек тігумен айналысады. Бүгінде қоржынында 40-қа жуық киім-кешек үлгісі бар. Бұл шара ауылда тұратын аруларға таптырмас мүмкіндік дейді. Бүгін бұл оңтүстік аймақтық әйелдер, ауыл әйелдерінің форумы өтіп жатыр. Бұл ауыл әйелдеріне деген өте көп деген үлесін қосады деп ойлаймын. Именно ауылда мысалы қалаға келе алмайтын әйелдер үшін кәсіптерін өсіріп өндіру үшін көптеген үлесі мағынасы бар деп ойлаймын. Неге десеңіз, жаңаға өздерінің шикізаттарын, өнімдерін сатуға көп мүмкіндік жоқ. Мынандай ауыл әйелдерінің форумы сол бізге үлкен жеңілдік береді. Заттарымызды сатуға, жаңа өміріміздің сапалы болуына деген үлесі көп деп ойлаймын. Аталмыш форум дәстүрлі 6-шы мәрте ұйымдастырылуда. Игі іске Жетісу, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарының басшылығы. Сондай-ақ әлеуметтік динамика және глобалды дамыту коалициясы қоғамдық бірлестіктері ұйытқы. Басты мақсат әйелдер кәсіпкерлігін қолдайтын қоғамдық бірлестіктердің жүйелі жұмысын арттыру. Мұндай кездесулерде ауыл тұрғындарына ерекше назар аудара отырып, кәсіпкер әйелдерге қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ жаңадан ісін бастаған кәсіпкерлерге бағыт-бағдар беріп, кәсіби біліктілігін жетілдіреді. Форумның ең басты қандай міндеті, бұл қандай алдымызға мақсат қойып отырмыз. Ол ауыл әйелдерінің бастарын қосу бір жағынан, екінші жағынан бір жөн біз айтамыз бір нәрсені, былай істеу керек, былай. Ал әйелдер өздері айтқан, одан көрі дұрыс деп ойлаймын. Және мынау белсенді, беделді әйелдердің аттарын елімізге паш ету біздікі. Оңтүстік облыстар форум аясында қатысушылар онлайн және офлайн форматта тәжірибе алмасты. Айта кетейік, рухани жиында аймақтың үздік кәсіпкерлері алғыс хаттармен марапатталды. Серік Базылханұлы, Камила Тыныштай, Жетісу телеарнасы.